Қайырлы таң көрермен. Біз мынадай қағаздарды немесе жеңілдік деген жазуды көрсек, міндетті түрде осы дүкеннен бірдеңе сатып алуға ынтық болып тұрамыз. Оның сыры неде екен? Біз бүгін жеңілдіктің ақиқаты мен аңызы жайында айтамыз. Әрине, тауар дүкенге шығын әкелмейтін бағада сатылады. Демек, түп нұсқадағы бағаға бірнеше есе қосылады деген сөз. Тіпті жеңілдік жарияланса да, дүкен бұдан ұтылмайды. Кейде дүкен әкімшілігі тауар келген бойда бағаны аспандатып, ал жеңілдік берілсін деген бұйрық келгенде қалыпты бағаға сата бастайды. Түу, мына киім сізге қалай жарасып тұр? Сізге құйып қойғанда сізге арнап тігілген ғой мына киім. Оның үстіне сіз сияқты сұлуға мен бағасында Ой, рахмет сізге. Жақсылап тұрып жеңілдік жасаймын. Расымен жарасып тұр ма мына киім? Мұндай сөздерді жиі еститін шығарсыз, иә? Бұл асылында ешқандай да саудагердің сізге жанашырлығы емес. Бұл жай ғана жарнамалық айла. Оның басты мақсаты өзінің тауарын сізге өткізу. Жаппай сатылым кезінде арзан бағаны ауыстырып, бірнеше есеге көбейтіп, жеңілдікпен сол бұрынғы бағасына немесе тіпті одан қымбатқа сату мүмкін. Мұның бәрі маркетингтік амалдар. Мына жерде де жеңілдіктер. Жеңілдіктер мен жаппай сатылымдар көпшілікті иіріміне елтіп босқа ақша құртуға итермелейді. Сондықтан қандай да бір затты жеңілдікпен сатып алмақ болсаңыз, басқа дүкендердегі бағасын бағамдаңыз, тауардың сапасына назар аударыңыз, бәлкім қалаған затыңыз жасанды шығар. Өзіңізге қажет, жарасымды және талғамыңызға сай дүниені сатып алуға тырысыңыз. Мәссаған, мен аң бәрін киіп көрмесем болмайды. Жалпы жеңілдік немесе жаппай сатылым деген сөздер адамға сиқыр ретінде әсер етеді. Тіпті кейде өзіне керек емес заттарды да арзан бағамен сатып алуы мүмкін. Мәселен, Ал енді жеңілдіктерден кім бас тартсын? Барлығыңызға сауда сәтті болсын дейміз.